Сәлем достар, бұл PHP курсының 9-шы сабағы. Біздер бұл сабағымызда if шарттарына қоятын және немесе олай емес деген осы үш ережелерді үйренеміз. Ендеше бастап жазып қарайық. Осы үстіңгі if-ке мен ішіне and дегенді жазам. Содан соң apple деймін, тағы да кіші дейін немесе тең болады 100-ден дейік. Сізді шатастырмас үшін астыңғы блокты өшіріп тастайын. Echo мәнін өзгертіп жазып көрсетейін. Apple 50 мен 100-дің аралығында сақтадым. Парақшаны жаңартамын. Бізде ол орындалған жоқ. Сол үшін Apple мәнін өзгертемін. 70 деп жазып қоямын. Сақтадым. Парақшаны жаңартамын. Apple 50 мен 100 аралығында деп жазылып тұр. Өйткені біз 70 санын жаздық. Сондықтан да ол осы шартымыз орындалып тұр. Қараңыздар. If егерде деп тұрмын, Apple тең болады немесе үлкен 50-ден деймін. Және деген кезде осы шартқа қосылады. Екінші шартты орындалу керек. Осы фигуралық жақша ішіндегі блогымыз орындалу үшін Apple деймін, 100-ден кіші деймін. Осылайша екі шартымыз да орындалып тұр. Программаның қалай жұмыс істейтінін көрсететін болсақ, мына жерде ол 50-ден жоғары немесе тең екенін тексерді де true дегенді қойды. Екіншісін тексерді де 100 санынан кіші немесе тең болады екенін тексерді де ол шартта орындалды да true қойды. True және true болған соң, ақыры соңында ол true'ға айналды. Осылайша біздің шартымыз орындалды. Ал егерде бұл жерде біреуі бір шартымыз false болатын болса, онда орындалмас еді, соңында false шығатын еді. Сол үшін and қоятын кезде екі шартымыз да бізде true болу керек, сол кезде ғана ол ең соңында орындалады. Мысалға мен мына жерге 110 деп жазып қояйын, сақтадым, парақшаны жаңартам, бізде ол орындалмайды. Міне аппақ болып тұр. Неге дейтін болсақ, ол бірінші шарты орындалып тұр, true. Я, ол расымен де 50-ден жоғары, ал екінші шарты орындалмай тұр. Ол 100-ден кіші емес. Тең болады немесе кіші, үлкен немесе тең болады дегенді өшіріп тастайын. Мен тек қана үлкен, я болмаса кіші таңбаларын ғана қалдырып кетейін. Сіздерді шатастырмас үшін. Сақтадым. Бәрібір мәні өзгермейді. Парақшаны жаңартам, бұл шарт орындалмай тұр. Неге? Өйткені ол 100-ден кіші емес, 50-ден үлкен болғанымен. Енді and-ның орнына мен or-ды қоятын болсам, немесе деген сөз ол қазақша. Бұл жағдайда біреу ғана true шындық болатын болса, біздің if блогымыз орындала береді. Парақшаны жаңартам, Apple 50 мен 100 аралығында деп тұр. Ішінде жазған мәтініміз шығып тұр. Неге? Өйткені бірінші шартымыз орындалып тұрған соң. Яғни or деген біреуі ғана шындық болатын болса, орындала берсін деген сөз. And және or осылайша жұмыс жасайды. Жалғыз бір ғана and салмай, екі and-ді салып кету қат. Ол үшін тағы бір шартты жазып кетсек болады. Apple тең болады 500-ге дейін. Мынаны 60-тан үлкен болса дейін, екіншісінде өзгертіп тастайық. 80-нен үлкен дейін. Echo мәтінін өзгертіп тастайық. Бұл шындық деп жазып қояйын. Сақтадым. Парақшаны жаңартам. Менде ақ парақша тұр. Ештеңе орындалмады. Өйткені біздің үшінші шартымыз орындалмады. Ол 500-ге тең емес, 60 мен 80-нен үлкен болғанымен. Сол үшін мына жерге мен 500 санын жазатын болсам, ол кезде үш шартта орындалады. Парақшаны жаңартамын. Бұл шындық деп тұр. Өйткені үш шартымыз да орындалып тұр. And мен or-ды да араластырып жаза берсек те болады. Мысалға, мына жерге мен or-ды салайын. 80-нен кіші деп қояйын. Өшіріп тастап, 50 санын жазып қояйық. Содан соң осылардың қайсысы бірінші орындалу керектігін көрсету үшін біз оларды жақша алсақ болады. Мыналарды мен жақша алайын. Осылайша бізде мына шартымыз бірінші орындалады. Содан соң мына шарт орындалады. Ең соңында шарттардың шыққан нәтижелерін тексереді. Сақтадым. Парақшаны жаңартам. Бұл шындық деп өзгерместен шығып тұр. Өйткені расымен де осы блогымыз орындалады. Apple 60-тан үлкенін тексерді. Үлкен екен орындалды да, мынаны қарастырғанда жоқ. Өйткені және таңбасын салған кезде ол бізде true болады. Содан соң Apple 500-ге тең бе екенін тексерді. Расымен де 500-ге тең болып шықты да, true және true ол мана айтып кеткенімізде ең соңында true-ды құрайды, шындықты құрайды. Содан осы блогымыз орындалады, Echo деген. Егер де мен 500-дің орнына 400 санына ауыстырып тастайтын болсам, сақтадым, парақшаны жаңартам, аппақ парақша пайда болды. Орындалмады. Неге? Өйткені бізде сол жақтағы шартымыз орындалғанымен end тұрған жағдайда екі шартта орындалу керек. Оң жағымыздағы шартымыз бізде 400-ге тең емес болып тұр. Ол false қайтарып тұр. Сондықтан да біздің if блогымыз орындалмай қалды. Жалпы PHP тілінде or-дың да and-ның де басқаша салатын түрлері бар. Or-ды мысалы екі тік жақшамен салуға болады, ал and-ді екі and ағылшын символымен салуға болады. Мынау немесе деген сөз, ал мынау бізде және деген сөз. Сақтадым. Сіздерге мән еш өзгермейтінін тексеріп көрсетейін. Парақшаны жаңартам. Міне парақшамыз сол күйінде бос тұр. Өйткені false қайтарып тұр соңғы шартымызда. Осы шартымыз
орындалатындай ету үшін false болған жағдайда ғана олай емес деген таңба бар. Бұлардың соңғы шыққан нәтижесінің барлығын жақшаға алып қояйын. Ол үшін мына жерге салам. Яғни осы орындалған жағдайлардың барлығын мен бір мәнге ал деп тұрмын. Содан соң оның алдыңғы таңбасына леп белгі салам. Леп белгі деп отқанымыз олай емес, керісінше деген сөз. Сақтаймын, парақшаны жаңартам. Міне, бұл шындық деп шығып тұр. False booleanын true'ға айналдырады леп белгісі. Мына жерде мысалға мен 500 санын ауыстыратын болсам, true болып орындалады да, ал леп белгіміз true'ды false'ға айналдырады да, if шартымыз орындалмай қалады. Парақшаны жаңартам. Әппақ парақша болды. Сіздерге түсінікті болу үшін мына ұзақ салыстырудың орнына мен қысқаша салыстыруды ғана қалдырайын. Өшіріп тастайық мыналардың барлығын. Apple бізде расымен де 60-тан үлкен, сондықтан да ол true болады, бірақ леп белгісі оны false-ға айналдырады. Ал false болған жағдайда бізде if блогы орындалмайды, сондықтан да солай бұл шындық деген мәтініміз шықпайды экранға. Парақшаны жаңартып көрсетейін. Міне, ешқандай да шыққан жоқ. Егер де шартымызды орындалмайтындай қылып ауыстыратын болсақ, мен керісінше 60-тан кіші деген ол false болады, ол өтірік болады, бірақ өтірікті леп белгісі шындыққа айналдырады. Сондықтан да бұл блок орындалады. Парақшаны жаңарттым, бұл шындық деп шығып тұр. Жалпы бұлардың барлығын көбірек түсіну үшін өздеріңіз тәжірибе жасаңыз. Алдыңғы сабақта өтіп кеткен else ережесін де қосыңыз. Else деп отқаны ол болмаса деген естеріңізде болса. Оның ішіне де біз echo салып кетейік. Бұл шындық емес деп жазып қояйық. Сақтадым. Парақшаны жаңартам, бұл шындық деп тұр. Өйткені біз шартымызды еш өзгерткен жоқпыз. Ендеше біз шартымызды өзгертіп жіберейік. Apple бізде 60-тан үлкен дейік. Сақтадым. Парақшаны жаңартам, бұл шындық емес дейді. Дегенмен 560-тан расымен де үлкен. Бірақ біз леп белгісін салған соң болмаса деген ережеміз орындалып тұр. Осымен сабағымды аяқтадым. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыз.